Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы репликация механизмі, дезоксирибонуклеин қышқылы, Месселсмен-Сталь тәжірибесі, Чергав ережесі. Бүгінгі сабақта сіздер репликация механизмінің жүру үрдісін анықтайсыздар, Месселсмен-Сталь тәжірибелерінің мәнін талдайсыздар және Чергав ережелері негізінде дезоксирибонуклеин қышқылының репликация үрдісін сипаттайсыздар. ДНК-ның өздігінен екі еселену қабілеті репликациялану негізгі қызметі болып табылады. Репликация қате жібермейтін өте нақты механизм. Репликация деп ДНК-ның екі еселенуін айтады. Репликация нәтижесінде бір ДНК-дан сондай-ақ екі ДНК пайда болады. 1957 жылы Месселсмен-Сталь, Джон Уотсон және Криктің бактериялық клеткадағы ДНК-ның жартылай консервативті түрде екі еселену репликация жөніндегі көз қарасын дәлелдеді. Ал Стенд ДНК-ның екі еселенуінің үш түрін ұсынды. Бірінші түрі консервативтік, екіншісі жартылай консервативтілік, үшінші дисперсиялық. Месселсмен-Стальдың зерттеулері осы үшеуінің ішінен ДНК-ның жартылай консервативті екі еселену түрін таңдап алуға көмектесті. ДНК-ның екі еселенуінің жартылай консервативті жолымен жүруінің дәлелдеу Джон Уотсон мен Криктің жасаған ДНК молекуласының үлгісінің дұрыстығының айғағы болды. ДНК репликациясы. ДНК молекуласы екі полинуклеотидті тізбегінен тұрады. Осындай тізбектерге 4 азотты негіздер аденин, гуанин, цитозин, тимин жатады. Тізбектегі азотты негіздерді комплементарлық принциппен анықтауға болады. Аденин тиминге, гуанин цитозинге комплементарлы. Екі тізбек бір-біріне антипараллельді. Бір тізбектің ұшы 5 штрих ұшы, екінші тізбектің 3 штрих ұшымен байланысады. Репликацияның бірінші сатысында ДНК-ның екі тізбектерінің ажырауы жүзеге асады. Оны геликаза энзимі атқарады. ДНК-ның қос спиралінің әрбір тізбегі репликация кезінде пайда болған комплементарлы жаңа тізбектер үшін матрица болып табылады. Энзим примазасы осы процесті бастайды. Примаза ДНК-ның кішкентай бөлігін түзеді. Оны праймер деп атайды. Бұл ДНК-ның жаңа тізбегінің түзілуі. Осы кезде ДНК полимеразасы деп аталатын энзим праймерге қосылып, ДНК-ның жаңа тізбегін түзеді. Полимераза ДНК негіздерінің бір бағытта 5 штрих ұшынан 3 штрих ұшына ғана қосылуы мүмкін. Бұл процесс үздіксіз жүріп отырады. Екінші тізбегі қарама-қарсы бағытта үзіліп қозғалады. Осының қысқа үзінділерін Оказаки фрагменті деп атайды. Әр фрагментті праймермен басталады. ДНК полимеразасы ДНК негіздерінің 3 штрих ұшынан 5 штрих ұшына дейін қосылып отырады. Әрі қарай праймер өз жұмысын жалғастырып, Оказаки фрагменттерін түзіп отырады. Жаңа ДНК түзілгеннен кейін экзонуклеаза энзимі РНК праймерлерін алып тастайды. Бұл кезде екінші полимераза ДНК үзінділерін толықтырып отырады. Нәтижесінде екі спиральді ДНК-ның біреуінен екі ұқсас қос спираль пайда болады. Бұнда екі еселену жолындағы әрбір жаңа молекула бір матрицалық және бір жаңа синтезделген тізбектен тұрады және жартылай консервативті деп аталады. 1957 жылы Месселсмен-Сталь және Джером Виноград тығыздық градиентінде ультрацентрифугалаумен пара-пар молекулалық салмақты және мөлшерлі үлес көлемінің макромолекулаларын зерттеудің жаңа әдісі туралы мақала жариялады. Бұл әдіс арқылы ДНК молекулаларының олардың тығыздықтары бойынша бөлуге мүмкіншілік беретіні дәлелденді. Авторлар бұл әдістің құрамында азоттың 14 және 15 изотоптары бар ДНК молекулаларын бөлу үшін қолданды. Ал үшіншіден 15 азоттың радиоактивті емес, тек 14 азоттен ауыр екені дәлелденді. Құрамында ауыр изотоптары бар ДНК молекулалары функционалды және өздері көбеюге қабілетті деген қорытындыға келді.
Чаргаф ережесі ДНК-дағы азотты негіздердің әртүрлі типтері арасындағы сандық көрсеткішті сипаттайтын эмпириялық жүйелердің белгіленген ережелері. Ереже 1949-1951 жылдарда биохимик Эрвин Чаргафтың өз тобымен жасаған жұмысы нәтижесінде тұжырымдалды. Чаргафтың аденин, тимин, гуанин және цитозин үш анықтаған сандық арақатынасы келесідей болды. Аденин құрамы тиминге, ал цитозиннің құрамы гуанинге тең деген қорытындыға келді. Пуриндік саны пуримидиндер санына тең. Аденин гуанинге, тимин цитозинге. 6 аминотопты негіздердің саны 6 кетотопты негіздердің санына тең. Сонымен қатар әртүрлі түрлер ДНК-сында гуанин мен цитозин қатынасы да әртүрлі болуы мүмкін. Біреуінде аденин тимин болса, басқасында гуанин цитозин болуы мүмкін. Чаргаф ережесі және рентгені құрылымды талдау нәтижесінің мәліметтері Уотсон және Криктің ДНК құрылысын ашуында маңызды рөл атқарды. Оқушылар, енді біз өзіңді сына деген тапсырманы орындап көрейік. Бірінші тапсырма. ДНК мен тиминнің нуклеотидтерінің бір молекуласында тимин 22% болған жағдайда аденин, гуанин, цитозиндердің жеке ДНК молекуласындағы нуклеотидтердің пайыздық құрамын анықтаңыздар. Екінші тапсырма. ДНК молекуласында оң жақ бөлігі келесі нуклеотидтерден құралған, сол жақ бөлігіндегі ДНК нуклеотидтеріне сәйкес келетін реттілігін жазыңыздар. Жақсы, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер.